біздің тақырыбы ақпараттың өлшем бірліктері. Оқытудағы мақсаттары: ақпараттың өлшем бірліктерін атап өту. Сабақта үйренеміз ақпараттың өлшем бірліктер жүйесін. Оқушылар, осыған дейінгі сыныптарда біз ақпарат ұғымымен танысқан болатынбыз. Ақпарат дегеніміз не? Жақсы, ақпарат дегеніміз бұл біздің өмірімізде болып жатқан құбылыстар және заттар туралы мәліметті біз ақпарат деп атаймыз. Ақпарат 6 қасиетке ие: қолжетімділік, өзектілік, объективтілік, анықтылық, құндылық және толықтық. Ақпараттың өзектілік қасиеті дегеніміз ол әлі де бізге керекті, өзекті болып тұрған мәліметті айтамыз. Мәселен, информатика сабағы ертең болады десек, біз ертеңгі күн болғанға дейін ол мәлімет бізге информатиканың болатыны туралы бізге өзекті болып тұрады. Ал егер де кешегі болған информатика сабағында десек, ол бізде информатика сабағы бізде кешегі уақытта өтіп кетті, бірақ қазіргі кезде ол бізде өзектілігін жоқ, өйткені уже өтіп кеткен. Ендігі қасиеті оның толықтылық қасиеті. Ақпараттың толықтылық қасиеті дегеніміз, мәселен, біз информатика сабағы ертең болады десек, бізге ақпарат толықтықты жетпеді, мәлімет бізге толықтықты жеткен жоқ. Егер де біз информатика сабағы ертең бірдің кезінде қашықтықтан Эдумард платформасында болады деп айтатын болсақ, онда бізге ақпарат толық түрде жетіп тұр. Ақпараттың объективтілік қасиеті: егер де қандай да бір адамның пікірі болмайтын болса, нақты ереже сондай болатын болса, бұл бізде ақпараттың объективтілік қасиетіне жататын болады. Ақпараттың анықтылық қасиеті, яғни бізге ақпараттың түсінікті болуы жатқызылады. Бізге қандай да бір хат жолдайтын болса, ол мысалы қазақ тілінде болатын болса, ол бізге анық түрде жетті, яғни түсінікті түрде жетіп тұр. Ал егер де ол хат Қытай тілінде жазылып, біз Қытай тілін білмейтін болса, ол ақпарат бізге анықтылық қасиетін жоғалтады, өйткені ол бізге түсініксіз. Ақпараттың құндылық қасиеті, яғни қандай да бір мәселені шешуге қажетті ақпарат бізде құндылық қасиетіне ие болады. Мысалға, шаршының ауданы табылу керек, бізге мәселе шаршының ауданы табылу керек. Ал ол жерде құнды ақпарат болып табылатын ауданның формуласы, яғни шаршының ауданын табуға арналған формула бізге уже құнды болып тұрады. Бұл ақпараттың құндылық қасиетіне жатады. Ақпарат қалай өлшенеді және немен өлшенеді? Клод Шемон, америкалық математик, ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі binary digit, екілік таңба деген сөзін қысқартып бит сөзін енгізді. Яғни ақпаратты өлшеудің ең кіші өлшем бірлігі бұл бізде бит болып табылады. 1 байт 8 битке тең. Яғни бізге келетін ақпарат, жаңағы мәлімет, тегі әрбір әріп символ болып саналады, ал бір символ 1 байтқа тең. Мәселен, біз ақпаратты алайық. Ақпарат сөзі бізде 7 әріптен тұрады. Яғни бізде 7 символ бар. Яғни бір әріп бұл 1 байтқа тең. Яғни бізде 7 символ 7 байтқа тең болады. Жаңағыда жоғарыда айтып өткендей, 1 байт ол бізде 8 битке тең. Яғни 7 байт бізде 56 битке тең. Ақпараттың үлкен көлемді өлшеуі олар 1 килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт. 1 килобайт 1024 байтқа тең, 1 мегабайт 1024 килобайтқа тең, 1 гигабайт 1024 мегабайтқа тең, 1 терабайт 1024 гигабайтқа тең болады. Ақпараттың өлшем бірліктерін екінші өлшем бірліктеріне ауысу, көбейту арқылы және бөлу арқылы жүзеге асырылады. Егер де ақпараттың ең кіші өлшем бірлігінен ең үлкен көлемді өлшем бірлігіне ауыстыру, ол бізде көбейту арқылы жүзеге асатын болады. Ал ақпараттың ең көлемді өлшем бірлігінен ең кіші өлшем бірлігіне қарай ауысу, ол бөлу арқылы жүзеге асатын болады. Тақырыпқа байланысты тапсырма: оқулықтағы 6-шы беттегі талдау деңгейі және жинақтау деңгейі. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.